Солтүстікте Ресей империясы қанатын кеңге жайып, бір кездері Мәскеуді қанағат тұтқан орыстар енді Тынық мұхитына жетіп, етігін жуды. Сібірді қалпақпен қағып алған орыс офицерлері жайықтан өтіп тікелей Хиуа мен Бұхарға жетпекші болды. Алайда бұл аймақтар елсіз жатқан қоныс емес еді. Бұл бір кездері мәңгі қала Римнің түбіне жеткен, ғұндар жүріп өткен, әйгілі Бату ханның Еуропаға жорығы басталған киелі мекен болатын. Бұл Қазақ хандығының бір бөлігі саналатын Кіші жүздің жері болатын. Кіші жүздің ерлері ғасырлар бойы Ресейдің от шашқан қарулы әскеріне қарсы арыстандай арпалысты. Жайық казактары, одан қалды Ресейге бағынған башқұрттар қалмақ әскеріне де қарсы тұра білді. Қазақтың жер үшін қасық қаны қалғанша соғысқан Кіші жүздің тарихы бұлай басталды. Алдын ала айтып өтейік, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз болсын. Бұл бір кездері көшпенді халықтардың дәстүрі негізінде жауға қарсы тұру стратегиясы, былайша айтқанда, сонау ғұндар мен түркілер кезеңіндегі әскердің үш қанаты сияқты. Сондықтан тұтас қазақ хандығын басқаруда билеушілер осылай үш аймаққа немесе 300-ге бөліп басқарғанын тарихи деректерден анық көруге болады. Қазақ хандығы, соның ішінде қазақ ұлты қалыптаспай тұрып, 14 ғасырларда Кіші жүздің аумағында Маңғыт немесе Ноғай тайпалары одағы өмір сүріп жатқан болатын. Ноғай ордасынан бөлінген Алшын одағының негізінде Кіші жүз бірлестігі қалыптасты. Ел арасында Кіші жүз Алшын деп те айтатыны жиі кездеседі. Кіші жүздің құрамына негізгі үш бірлестік кіреді. Олар Байұлы, оның ішінде Адай, Алтын, Алаша, Байбақты, Беріш, Жаппас, Масқар, Таз, Тана, Есен Темір, Ысық, Қызылқұрт, Шеркеш. Қаракесек, Байсары, Әлім, Шөмен. Жетіру, Табын, Тама, Кердері, Керейт, Жағалбайлы, Телеу, Рамадан тайпалары. Кіші жүздің жері Қазақ хандығы құрылған Керей мен Жәнібек хандардың тұсында әлі де болса Ноғай мырзаларының, ал солтүстікте башқұрт тайпаларының қонысы болатын. Алтын орда ыдырап, Қазан мен Сібір хандықтарының және Ноғай ордасының шекаралары дәл осы Кіші жүздің жерінде өзара байланысып жатты. Кейіннен Әз Жәнібек ханның жайық бойына келуі қазақтардың шекарасын кеңейткен үлкен оқиға болды. Бұлайша айтқанда, Қазақ хандығының аумағы батысқа қарай кеңейген алғашқы қадамдардың бірі жасалды. Салқам Жәңгір, яғни Әз Тәукенің әкесі билеп тұрған еді. Шынын айтқанда, ол кездері Түркістан билігі қазақтардың сол кездері бас ауруына айналған шығыстағы жоңғарлармен алысып жатқан болатын. Ал бұл орыс әскерлерінің одан әрі жылжуына жағдай жасады. Алайда орыс әскерлері жайықтан өтуге ұмтылғанмен үнемі қазақтар тарапынан қатты қарсылықтарға ұшыраумен болды. Тәуке хан дүниеден өтісімен қазақтардың арасында таққа талас басталып, 1718 жылы Кіші жүздің тайпалары өз ханы Әбілқайырды таққа отырғызды. Енді сыртқы жаудан қорғану үшін әр жүздің билеушісі өз алдына әрекет етіп, жеке шешім қабылдауға тиіс болды. Шынын айтқанда, Тәукенің мұрагері хандықты басқаруда әлсіз болды. Және жекелеген кейбір сұлтандар Түркістандағы хан билігін жүре тыңдайтын деңгейге жетті. Оның үстіне сыртқы жаудан қорғану күн өткен сайын қиындай бастады. Бір ғана жоңғарлар емес, солтүстікте Ресейдің от шашқан, мұздай қаруланған армиясы күн санап қазақ ауылдарын шабуылдап, енді бірде өз тыңшыларын, кейде дипломаттарын жіберіп,
жекелеген сұлтандар мен билерді ақшаға, сыйлыққа сатып алуға кірісті. Оны былай қойғанда, шығыстағы жоңғар әскерінің тұяғы сонау батыста жатқан кіші жүзге жеткен кезде, Еділ бойына бір кездері көшіп келген Ойрат хандығы екеуі бірлесіп кіші жүзді қырғынға ұшыратуға кірісті. Ал патша үкіметі болса, көшпелі халықтардың бір-бірін қалай талап жатқанын сырттай бақылап, кейде араларына іріткі салып, одан әрі әлсірете түсті. Сонымен қатар, оңтүстіктегі Орта Азия хандықтарының әлсіреген қазақ ордасына шабуылы жиілеп кетті. Мұның барлығы қазақ халқының жойылып кету қаупін туғызды. Қорғансыз халықтың малын тартып алып, барымталап кету үйреншікті жағдайға айналды. Патша үкіметінің бар ойы кезінде Петр патшаның айтып кеткен Үндістанмен тікелей сауда қатынасын орнату арманына жету үшін ортада жатқан қазақ хандығының жерін кесіп өтіп, Бұхар мен Хиуаға керуен ұйымдастыру болды.